Пайғамбардың жүрегін жару оқиғасы. Құрайыштардың дәстүрі бойынша бала босанған әйелдер Меккеден Тайыпқа келіп, уақытша бөпе асырап алатын. Күнкөріс үшін оларды емізетін. Сол жылы Тайыптан тағы да әйелдер келді. Әбдімүтәліп оларға: "Менің немеремді кім алады?" деді. Тайыптық әйелдер жетім баланы алғысы келмеді. Тек Халима есімді әйелдің ғана Мұхамбетке мейірімі ауды. Халима оны бауырына салып Тайыпқа қайтты. Бірақ оның түйесі көтеремеді. Мұхамбетті алып жолға шыққаннан бастап аруана түлей бастады. Еңсесін көтеріп, жүрісін жылдамдатты. Жарты күнде керуеннің алдына шықты. Тайыпқа жеткенде інгеннің желіні сүтке толды. Сол күннен бастап Халиманың отбасы қамыран шұбатқа қарық болды. Қанша сауса да сарқылмады. Ол артылған шұбатты саудаға шығарды. Тайыптың халқы балтадыған Халиманың ғана шұбатын таласа сатып алатын болды. Мұхамбетті емізгелі оның отбасына береке кіріп, дәулет артты. Халимадан бөлек бір топ періште Мұхамбеттің қызметінде болды. Сәби жалаңаштанып қалса, ғайыптан жабылатын. Денесіне зәр тисе, періштелер сол заматта жуып тазартатын. Мұхамбет бітімі бөлек бала болды. 1 айда отырды, 2 айда еңбектеді, 3 айда тұруға талпынды, 4 айда тәй-тәй басты, 5 айда нық жүрді, 6 айда жүгірді, 7 айда тілі шықты, 8 айда сөйледі. Аузынан шыққан ең бірінші сөз бісмілда болды. 9 айда ат жалын тартып мінді. 10 айында таутасқа терең ақылмен назар салды. 11 айында Аллаға зікір айтты. 1 жасында Халима анасының қолғанатына айналды. Пайғамбар 3 жасқа толғанда Құранда Әләм нашрақ Садрак сүресінде сипатталған айрықша оқиға болды. Халиманың өзінен туған ересек 2 баласы бар еді. Олар күнде өріске шығып мал бағатын. Bir күні бала пайғамбар сүт анасына келіп: "Мен де бұлармен бірге өріске барсам бола ма?" деді. Екі ағасы да қиыла өтініп тұрып алды. Бәрі жалынып қоймаған соң, Халима амалсыз келісті. Ересек ұлдарына: "Мұхамбетті көзден таса қылмаңдар, байқап ойнаңдар" деп ескертті. Өріске шыққан соң балалар малды жайып жіберіп, қуаласпақ ойнап жүрді. Кенет аппақ киінген 2 адам көктен сап етіп түсе қалды. Бірінің қолында ақ күмістен құманы бар, бірінде зүбәржаттан легені бар еді. Олар аузы ашылып, қарап тұрған Мұхамбетті білегінен ұстап алды. Оны шалқасынан жатқызды да кеудесін ауыртпай жарды. Жұдырықтай жүрегін білдірмей суырып алды. Баланың жүрегі дүрсілдеп соғып тұрды. Тірі жүректі легендегі мөлдір сумен жуды. Сыртын шайып болған соң, жүректі жарды да ішінен түймедей қарағанды алды. Су құйып тұрған қасындағы серігіне қарап: "Мынау ғой сайтанның үлесі" деп сылып алды да аулаққа лақтырып жіберді. Сосын жүректің барлық қабат қуысын айрықша ықыласпен шайып тазартты. Сонда олар: "Әй Мұхамбет, бұл шайтанның уәсуәстары. Біз оны алып тастадық. Енді малғұн саған ешқашан зиян келтіре алмайды" деді де саф жүректі орнына қайта салды. Кеудесін тігіп, көйлегін кигізді. Сосын заттарын жинады да көзден ғайып болды. Мына сұмдықты көріп тұрған ағалары үйіне қарай қаша жөнелді. Келе сала анасына: "Мұхаммед өліп қалды" деді дірілдеп. Анасы шошып кетіп: "Өлгені қалай? Кім өлтірді?" "Біз танымайтын бөтен кісілер келді де жүрегін жұлып алды. Ол қазір қайда?" деп Халима жан ұшыра шыңғырып жіберді. Бәрі өріске қарай сүріне қабына жүгіре жөнелді. Келсе Мұхамбет түрі бозарып жалғыз отыр. Халима келе сала баланың көйлегін көтеріп, кеудесін тексерді. Жүрек тұсында расымен де жаңа түскен тыртықтың ізі бар. "Саған не болды? Еш жерің ауырмай ма?" деді шешесі. "Жоқ, еш жерім ауырмайды" деп жауап берді. "Жүрегіңе не болды?" "Bir кісілер келді де жүрегімді мөлдір сумен жуып берді. Бойым жеңілдеп, көңілім шаттанып тұр. Бірақ қорқып кеттім" деді. Халима баланың амандығына шүкір етті. Ол ғайыптың ісін түсінбейтін әйел еді. Баланы аман сауында өз анасына тапсырып, міндетінен құтылайын деп ойлады. Әбутәліптің пайғамбарды асырап алуы. Ертесіне Халима Мұхамбетті ертіп Меккеге аттанып кетті. Жолда бір жерге аялдап түзге шықты. Қайтып келсе Мұхамбет тағы да жоқ. Әр іздеп, бер іздеп таппады. Біреудің баласын жоғалттым деп зар иледі. Ақыры күдер үзіп Меккеге жетіп жығылды. Атасы Әбдімүтәліпке болған жайды баяндады. Атасы мен Әмина мұны естігенде талып қала жаздады. "Немеремді табуға көмектесіңдер" деп бүкіл ауыл аймаққа жар салды. Жанашыр жақындары жан-жаққа ат шаптырды. Өзі қағбаны 7 рет айналып, тәуап етті де: "Әй күллі ғаламның құдайы, мен немеремді жоғалтып алдым.
Қағба шәріптің құдіреті үшін олымды табуға көмектес деді. Сол кезде құлағына әй Әбдімүтәліп, Тахма жазирасына бар деген әуез естілді. Бұл Құдайдың құдіретімен сөйлеп тұрған Қағып еді. Әбдімүтәліп дереу атқа мініп Тахмаға аттанады. Келсе Мұхамбет бір ағаштың саясында қаннен қаперсіз ұйықтап жатыр. Оны ұрлаған періштелер екен. Себебі олар көкірегі жарылып, жүрегі жуылған рахметті пайғамбарды көру үшін оны бөлек алып кеткен еді. Олар лек-легімен келіп, жүрегінен шұғыла шашып тұрған Мұхамбеттің нұр дидарына ғажаптана қарап тұр екен. Әбдімүтәліп немересін алып Меккеге келеді. Әмина баласын көргенде көзінің жасын тыя алмады. Әбдімүтәліп немересінің құрметіне той жасады. Халимаға көп сыйлықтар беріп, алғыс айтып, еліне қайтарды. Мұхамбет 7-ге толғанда анасы Әмина өмірден озды. Пайғамбар тұл жетім қалады. 8 жасқа толғанда атасы Әбдімүтәліп әбден қартайып шөгіп қалды. Дәм-тұзы таусылар сәттің тақағанын сезді. Ол ет жақын туыстарын жинады. Немересін алдын алып, ай ұлдарым, Алланың әмірі екі болмайды. Өзекті жанға бір өлім, шыбын жанды есіне қайтарар уақыт келді. Сендерге айтар ақырғы аманатым бар. Ол өзімнің нұр шырағы Мұхамбетім. Оны тәрбиелеп, мәпелеп өсіруді біреуіңе тапсырғым келеді, деді. Мұны естіген Әбу Лахаб, немереңізді маған тапсырыңыз, мен тәрбиелеп өсірейін, деді. Сол кезде Мүтәліп, әттең, саған тапсыруға болар еді, бірақ сенің іштарлығың бар. Іштарлық құштарлықты жояды. Ділің қатты, мейірімің аз. Мұхамбет сенің панаңда жетімдік көреме деп қорқамын, деп жауап қатты. Әбу Лахаб үнсіз қалды. Сол кезде Хамза, онда маған тапсырыңыз, деді. Сол кезде Әбдімүтәліп, әй Хамза, сенде мін жоқ. Жалғыз айыбың үйде емес, түзде көп жүресің. Бала тәрбиесін білмейсің. Батыр аңғал келет деген. Мұхамбеттің мұқтаждығын дөп басып біле алмайсың. Сондықтан оны саған аманаттай алмаймын, деп жауап қатты. Хамзадан соң кезек Ғаббасқа келді. Әке, тілегімді лайық көрсеңіз, Мұхамбетті мен тәрбиелейін, деді. Сол кезде әкесі, әй Ғаббасым, сенің мінезің жақсы, ниетіңе ризамын. Бірақ бір түйткіл бар. Өзіңнің балашағың көп қой. Мұхамбетім көптің ішінде көңілге жармас. Сен де оның қадіріне жете алмассың, деді. Кезек Әбутәліпке келді. Ол, әке, қаласаңыз Мұхамбет менің қамқорлығымда болсын, деді. Әбдімүтәліп те оны іштей қош көріп тұр еді. Енді қуанып, сенің жүрегің кең, жаның жайсаң. Адам алалау саған жат қасиет. Көзімнің қарашығын саған тапсырам. Қарны аш болса да, көңіл аш болмасын. Мейірім мен махаббатқа барынша қандырып өсір. Бұл бала мен білсем, біздің шаңырақтың ғана емес, күллі ғаламның шаттығы болғалы тұр, деді. Әбутәліп қатты қуанды. Бір шетінен ауыр аманаттың жүгін сезініп, қатты қобалжыды. Әбдімүтәліп көп ұзамай фәниден бақиға аттанды. 8 жасар Мұхамбет Әбутәліптің үйіне ауысты. Хақ пайғамбар сипатының айқын болуы. Адам атадан басталған пайғамбарлар тізбегі ең соңғы Мұхамбет пайғамбарға дейін үзілмей жалғасып жатты. Алланың барлық елшісі өмірден озарында ұрпағына келесі пайғамбардың белгілерін айтып кететін. Олардың сандығында Сухуф әмбия деген қолжазба сақталған. Ол қолжазбада пайғамбардың барлық белгілері анық жазылған екен. Себебі салихтардың ұрпағын үнемі бір сұрақ мазалайтын. Яғни пайғамбар келетін уақытта елдің ішінде жалған нәбилер көбейіп, адамдарды адастырып, талай былықты бастаушы еді. Сондықтан олар жай ғана менен соң пәленше келеді деп қана қоя салмай, өзінен кейінгі ізбасардың пайғамбарлық нышандарын суреттеп кететін. Ақырдың пайғамбары шығарда да араб түбегінде жалған пайғамбарлар қамыстай қаулаған. Хақ нәбиді жалғаншыдан қапсыз айырып алу оңайға соқпайтын. Кітап ұстаған әділетті тақуалар ғана олардың белгілерін жазбай танитын. Мұхамбет пайғамбардың қаптаған сипаттары алдын ала белгілі болған. Кітап иелері Мұхамбет пайғамбарды көбіне мынадай нышандарына қарап айырған. Бірінші, ол адамзат тарихындағы ең сенімді адам болады. Оған қарыз берген және онымен сауда жасаған адам ешқашанда қиянатқа ұрынбайды, ақысы желінбейді. Екінші, өзіне нәсіп болған барлық нығметке шексіз шүкіршілік етеді, ешқашан шағымданбайды. Үшінші, үмбетінің ақыреттегі жайын ойлап көп жылайды, көп дұға жасайды, үмбеттің келешегіне алаңдап тұратын. Төртінші, тілі үнемі Алланың зікірінде болады, зікірден ғапыл қалуы мүмкін емес. Бесінші, уайым мен қайғы басып, әбден дертті болған жүректердің шипасын жақсы біледі. Онымен бір рет сұхбаттасқан пенденің өзі
бұлттан шыққан күн көзіндей жарқырап шыға келеді. 6. Адамзаттың қараңғылықтан тартатын зардабын ойлап, үнемі қамығып, ұзақ қайғы шегеді. 7. Алланың рахметінен үмітін бір сәтке де үзбейді. Қандай қайғылы жағдайға тап болса да, үміттің сәулесін көңілден жоғалтпайды. 8. Түбінде өзі зор бақытқа жететінін сезіп тұрады. Оның көңіл күйі жора жолдастарына да сезіліп, жігер береді. 9. Атағы жер жарып пайғамбар атанып тұрса да, өзін басқадан биік қоймайды. Өзін басқа пайғамбарлардан ұлық етіп көрсетуге тырыспайды. 10. Ардан аттамайды, намысын таптатпайды. Ұят екі бетінен төгіліп тұрады. 11. Сырға өте берік болады. Серттескен, сөйлескен кісілерін ешқашан ұятқа қалдырмайды. Сырын дұшпан қалдырмайды. 12. Уәдеге берік болады. Берген уәдесін міндетті түрде орындайды. 13. Бай-бағландармен қалай сыйласса, қара халықпен де дәл солай дос болады. Үнемі жетім жесірдің қамын жейді. 14. Кеудесі толған хикмет болады. Қысқа сөйлейді. Сөзінің мағынасы терең болады. Әрбір сөзінде даналықтың лебі есіп тұрады. 15. Жүрегі толған мейірім мен шапағат. Өте кешірімшіл болады. 16. Алланың әмірін орындауға асығып тұрады. Жеке басының шаруасын бірінші бітіруге тырыспайды. 17. Кеңпейіл жомарт, қытымыр есепке құлқы жоқ. 18. Қонақжай болады. Қонаққа бар жақсысын тосатын дархан мінез болады. 19. Басына 90 түрлі бәле жауса да, Алладан күдерін үзбейді. 20. Құлшылықты ерекше сағынышпен жасайды. Намазға ешқашан құлықсыз келіп тұрмайды. 21. Кез келген істе Алланың ризалығын қалап тұрады. 22. Ол Алланы сүйеді. Алласы оны сүйеді. 23. Құмарлыққа құлып салып, өзін бар рақаттан тежеп ұстайды. 24. Ағайын туысына ренжімейді. Олар көңіліне қанша дық салса да, кешіруге бейім тұрады. 25. Басына төнген қайғы қасіретті жасырып ұстайды. Өз уайым қайғысын өзгенің жанына жұқтырмайды. 26. Адаластың өзін өлшеп жейтін хас тақуа болады. Оразаны өте жиі ұстайды. 27. Өзі Алланың сүйіктісі бола тұра, көңілі Алланың қаһарынан қорқып тұрады. 28. Алла тағаланың мейірім шапағатынан үмітін үзбейді. 29. Түнді тағатпен өткізеді. Таңдарды кірпік қақпай, ұйқысыз қарсы алады. 30. Жаман істен сақтанып, алдын алып тұратын ақылды болады. 31. Дүниеге қызықпайды. Әңгіме айтқанда дүние сөзіне беріліп кіріп кетпейді. 32. Алтынды көсіп ұстайтын жағдайға жетсе де, қарапайым тұрмысынан айнымайды. 33. Жақсылықты шын ниетімен жасайды. 34. Халық оны жақсы көреді. Жұртқа үнемі сүйеніш, һәм таяныш болып жүреді. 35. Зейіні мен дарыны замандастарынан оқ бойы озық болады. 36. Сараңдықтың емшісі болады. Сараң саудагердің өзі де оның қасында жомарт болып өмір сүргісі келеді. 37. Мағынасыз тіршілік кешпейді. Өмірінің әрбір сәтін мәндетіп сүруге дайын тұрады. 38. Тақуалардың тақуасы болады. 39. Қанша жерден қайғылы іске кез келсе де, ашуға салынбайды. Ашу мен ызаның ырқында кетпейді. 40. Ортақ іс бастағанда түскен олжа мен пайданы әділетті біледі. Өзіне молынан жырып алып қалу деген болмайды. 41. Мәміле жасауда бейбіт жағын ұстанатын. 42. Ер жүрек батыр болады. Жаудан қорқып саспайды. 43. Жер қайысқан беделі мен абыройы болса да, үлкенге де, кішіге де ізетпен сөйлеуден жаңылмайды. 44. Барға қанағат, жоққа сабыр етуші болады. 45. Соғыста тұтқынға түскендерге рақымды болады. Оларды қинап, қорлауға жол бермейді. 46. Қай сәтте көрсең де, жүзі жайдары болады. Көрген кісінің жүрегі тынышталады. 47. Жазу сызуды білмейді. Әріп танып кітап оқымайды. Бірақ ілім мен білімде одан асқан ғұлама болмайды. 48. Жұпыны тіршілік кешеді. Сыртқа өте қарапайым көрінеді. Бірақ дәрмені өте мықты болады. Тәуекел еткенде тегеурінді іс қылады. 49. Кез келген сәтте табиғатқа қарап ой толғайды. Тау мен тасқа, ай мен күнге қарап, жаратқанның құдірет іздерін көріп таңғалып, қасындағы серігінің де ойына от жағып отырады. 50. Дұшпандарына сұсты көрінеді. Мысы басып тұрады. 51. Қарқылдап күлмейді. Сыпайы күлкісі кісіге қуаныш сыйлайды. 52. Аз ұйықтайды. Көп ой толғайды.
мағынасыз ойға ешқашан шырмалмайды. 53. Дастарханда отырғанда тәбеті өте көркем. Қонағының да тәбеті ашылып, асқа ықыласты болып отырады. 54. Шырын сөйлейді. Сөйлегенде құлақтың құрышы қанып отырады. Көркем мінез құлықты. 55. Ашкөздіктен ада, аса қанағатшыл. 56. Бойынан сараңдық пен қызғаныштың ізі мүлде білінбейді. 57. Айлакерлік қылмайды. Өсекші мінез мүлде жат. 58. Жылаңқы сөзді айтпайды. Біреудің үстінен арыз айтпайды. Біреуді айыптап сөйлемейді. 59. Дүние ісіне асықпайды. Бірінші рухани мәселені алдыңғы орынға қояды. 60. Дөрекі сөйлемейді. Әдепсіз іс қылмайды. Кісіге салмақ салмайды. 61. Пасық сөздер айтпайды. 62. Кесапаттық мінезден аулақ. 63. Бөтен туралы жаман ойды кеудесіне кіргізбейді. 64. Қулыққа баспайды. 65. Садақа жасауға асық. Бақираның болжауы. Арада бірнеше жыл сырғып өтті. Мұхамбет кәмілет жасына жетті. Ол кезде Әбу Тәліп Шам шаһарына керуен жүргізіп сауда қылатын. Бір сапарында Мұхамбетті өзімен бірге ертіп кетті. Мекке мен Шамның ортасындағы керуен жолда Бақира деген діндар шатыр тігіп жататын. Ол Інжілдің құпия сырларына қанық еді. Соңғы пайғамбардың белгілерін білетін. Енді оның дүниеге шығатын уақытын болжап отырған. Жол бойына үй салып, оны күтіп жатқанына 20 жылдан асып кетті. Ол күн сайын жолдан өткендерге назар салып, бақылап отыратын. Бірде Меккеден келе жатқан керуенді көрді. Бір шөкім ақ бұлт оларға саясын түсіріп, қалмай ілесіп келеді. Ол мұны пайғамбарлықтың нышаны деп түйді. Шаршаған керуен басы түйелерді шалдырып, сол жерге аялдады. Қазан асылып, сусын ішіп, бәрі әлденіп жатты. Бақираның баққаны аспандағы ақ бұлт болды. Бұлт қураған ағаштың төбесіне барып, ақ мақтадай олпаланып тұрды. Таяп келіп еді, талдың түбінде бір бала отыр. Екі бетінен шуақ шашып, иман нұры төгіліп тұр. Ол ішінен, дәуде болса хақ пайғамбар осы болар деді. Бақира үйіне келді де, дастарханға түгел жиналдыңдар ма? Деді. Олар, қосқа қарай тұрсын деп бір баланы ғана қалдырып кеттік деді. Оны да шақырыңдар. Бала үйге кіріп еді, Бақира оған ізетпен тағзым етті. Маңдайынан сүйіп, бәрінен жоғары отырғызды. Барынша сыйлап бақты. Қонағасы біткен соң, жолаушылар керуенге қайта бастады. Сол кезде Бақира, "Бұл баланың жақыны қайсың?" деп сұрады. "Мен" деді Әбу Тәліп. Сол кезде Бақира, "Саған айтар құпия сырым бар. Ана інің тегін бала емес. Оның пайғамбарлық сипатымен оқыған кітаппен дәл келеді. Бір бұйымтайым бар. Баланың арқасын ашып көрсет" деп өтінді. Әбу Тәліп баланың көйлегін көтеріп жауырын көрсетті. Оның арқасындағы пайғамбарлық мөрдің нұры алакөлеңке бөлменің ішін жарыққа толтырып жіберді. Бақира көзіне жас алып, мөрге маңдайын тигізіп сүйді. "Мен бұл күнді 20 жыл күттім. Енді өлсем арманым жоқ", деді кемсеңдеп. Әбу Тәліпке қарап, "Әй Әбу Тәліп, Ғайса пайғамбар бізді Ахметтің нұрымен сүйіншілеп кеткен. Бұл бала оның нақ өзі. Бұл аймақта пайғамбарды күтіп жүрген мен сияқты адам өте көп. Бірақ олардың ішінде бұл баланың бағымен таласатын надандары да аз емес. Әлемге әділдіктің орнығуын қаламайтын безбүйректер қай жерде болса да табылады. Ондайлар баланы таныса, аман сау қоймайды. Тілімді алсаң Шамға барма, үйіңе қайт", деді. Әбу Тәліп оның сөздерін толық түсінбесе де, Мұхамбетке қауіп барын сезді. Ол сол күні Шамға бармай, керуенді Басраға қарай бұрды. Бір қызығы, бұл сапар жоспарсыз болса да, саудасы күтпеген жерден дөңгеледі. Базардың қызығында жүріп, Әбу Тәліп Мұхамбеттен көз жазып қалды. Мұхамбет те қайнаған базардың қызығын аралап, бір темір ұстасының шеберханасына келді. Жалпақ төсте қамыр сияқты иленіп жатқан қызыл темірді қызықтап қарап тұрды. Сол кезде ұста, "Әй балақай, әр тұр, от ұшат, денеңе тисе күйіп қаласың", деді. Айтып аузы жиғанша оттың бір ұшқыны баланың денесіне барып қадалды. Бірақ темірдің шоғы көйлегін жандырмай, бейне бір суға түскендей пыс етті де бірден өшіп қалды. Ұста елең ете қалды. Ол саймандарын тастай салды да, "Әй, сен бала кімсің? Қайдансың?" деді. "Мен Меккеден келдім.
Нәсілім араб, руым Құрайыш, Хашимдер әулетінен болам. Әкеңнің аты кім? Әкем Әбділда, атам Әбдімүтәліп. Әй бала, тегің мен ойлаған болжаммен дәл келеді екен. Есімің кім? Атым Мұхамбет, деді. Мұны естігенде Яхуди ұстасының түрі өзгеріп сала берді. Ол жалма-жан дауыстап: «Әй бауырлар, бері қараңдар. Мен білсем осындағы діншілдер айтып қоймай жүрген болашақ пайғамбар осы болар. Келешекте күллі әлемге осы баланың ілімі тарайды», деді. Базардың ішінде қара ниет күншілдер өріп жүрген. Олар да топқа келіп құлақ түріп, бәрін тыңдап тұрды. «Біздің ұрпақтан неге осындай ұлық пайғамбар шықпады?» деген қызғаныштың қызыл иті іштерін тырнап жатты. Олар ыңғайы келсе, сол жерде Мұхамбетті турап тастауға дайын еді. Бұл кезде Хамза, Ғаббас, Әбубәкірлер Мұхамбетті іздеп жүреді. Олар жиналған тобырдың үстінен түсті. Қараса, қолында қанжары бар екі еркек баланы қоршап келеді. Хамза қылышын суырған бойда топты бұзып жарып кірді де Мұхамбетті жұлып алды. Залымдар дереу теріс айналып, топқа сіңіп жоғалды. Әбутәліпке бұл оқиға сабақ болды. Бұдан кейін ол Мұхамбетті алыс сапарға алып шықпайтын болды. Арада тағы біраз жыл өтті. Мұхамбеттің жасы 25-ке жетті. Бойы өсіп, сымдай тартылған сымбатты жігіт болды. Ақыл парасаты толысып, адалдықпен аты шықты. Оның жомарттығын мойындамаған адам қалмады. Сенімді, аманатқа адал әрі жүрегі жұмсақ болғандықтан, ел оны Мұхамбет әл-Әмин деп атап кетті. Бұл кезде Әбутәліп қартайып, мал дүниесі кеміп қалған еді. Себебі Меккеде дүрілдеген сауда ісі бұрынғы Мұруа деп аталатын киелі дәстүрдің тамырына балта шапқан. Оның орнын бай-байға, сай-сайға құяды деген надан түсінік басты. Жағдайы нашар жақынға қарайласатын саналы салт адыра қалды. Меккенің байлары өздерін құдай сезінетін жағдайға жетті. Сондықтан да шаруасы кері кеткен Әбутәліпке бірде-бір туысы қол ұшын созбады. Осының кесірінен Әбутәліп Мұхамбетті уақытында үйлендіре алмады. Осы уайым оның жанын жегідей жеді. Мұны байқаған Мұхамбет: «Көке, соңғы кезде қатты шөгіп кеттіңіз. Не болды?» деп сұрақ қойды. «Сені атаңнан аманатқа алғанда қанаттыға қақтырмаймын, тұмсықтыға шоқтырмаймын, үйлендіріп өз алдына бөлек отау етіп шығарамын деген уәдем болған. Қысқа жіп күрмеуге келмеді. Жомарттың қолын жоқтық байлайды деген. Әттең тонның келтесі болып тұрған жоқ па, қарағым-ау», деп жауап қатты. «Менің қалың малыма бола сонша қиналғаныңыз қалай? Мен сізге байдың қызын әпер деп салмақ салған жоқпын ғой. Мұхамбет, мен сені жақсы білем. Сен кісіге салмақ салмайсың. Бірақ жар таңдауда жаза басуға болмайды. Бабаларымыз қатын мен қазанның қымбатын ал деген. Қалың малы арзан деп қараның қызына қызықпа. Жасаулы деп, малды деп байдың да қызына көз тастама. Дұрысы, ары мен ұяты бар, ақылды қызды көргенде қанша қымбат болса да, алаңдамай айттыру керек», деді. Мұхамбет түсінгендей ишара білдіріп: «Ұқтым көке, бірақ өзіңізді де қинай бермеңіз. Үйленіп үй саламын деген адамға Алла өзі көмектесемін деген уәдесі бар. Құдай қаласа, маған да бір қалыңдық табылар», деген екен. Хадишаның түсі. Сол заманда Меккеде ақылына көркі сай, көп сөйлеп созбайтын, әдептен озбайтын Хадиша есімді жесір әйел болды. Байлығына мастанған Меккенің талай сардары оны тоқалдыққа алғысы келетін. Парасатты Хадиша дүниеқоңыз еркек көрсе жиырылып қалатын. Олардың сұқтана қарайтын ашқарақ көздерінен барынша қашық жүретін. Бір күні ол түс көреді. Түсінде ғажап іс көреді. Аспандағы ай келіп, құшағына кірді де, тұла бойын нұрға бөлеп, екі жеңнен сәуле шашып шығып кетті. Сол сәтте бүтін әлем нұрға шомылды. Хадиша түсін жақсы ырымға балады. Оның Уараха деген немере ағасы бар еді. Ол Құдайды бір деп білетін христиан еді. Тәурат пен Інжілді жатқа соғатын. Хадиша түсін жорытты. Сол кезде Уараха: «Әй Хадиша, мен қателеспесем, сен ақырдың пайғамбарына адал жар боласың. Жаңа діннің таралуы саған да байланысты болады. Ол дін қияметке дейін күллі адамзатқа шырақ жағады», деді. Хадиша болашақ күйеуін көрмесе де оған ғашық болды. Енді сөз салып келушілердің бетін бірден қайтаратын болды. Хадиша да ірі қалаларға керуен жүргізіп, сауда жасайтын. Бір жылы Шамға баратын бір керуен әзірледі. Оған жолбасшы болатын адал адам іздеді. Мұны естіп Мұхамбеттің Әтика есімді әпкесі Хадишаға келеді. «Менің бір інім бар. Ел жұрт оны онсыз да Әл-Әмин деп атап кеткен. Қаласан керуенді соған сен тапсыр», деді. Сол кезде Хадиша: «Ініңді маған ертіп кел.
қылығы ұнаса, шарт жасасам, деді. Ертесіне әпкесі інісін ертіп Хадишаға келеді. Мұхамбет есіктен кіріп келгенде, Хадиша орнынан қалай тұрғанын білмей қалды. Еріксіз иіліп, оған тағзым етті. Жүрегі толқып, қол-аяғы дірілдеп, өзін әзер билеп тұрды. Қызметшілері оның оғаш қылығын көріп таң қалды. Мұхамбет сөйлегенде Хадишаның тілі күрмеліп, ойы шашырай берді. Ол не айтса да басын изеп келсе берді. Шарт бойынша Мұхамбет керуен басы болып бекітілді. Мұхамбет шығып кеткен соң, ол әпкесіне бұрылып, еңбегіне қанша сұрайсың, деді. Сол кезде Атика, Мұхамбет әлі бойдақ, қалыңдыққа қаражат керек. Сауда сәтті болса, бір қыздың қалың малын өтейтін мал бер, деді. Сол кезде Хадиша, керуенім аман келсе, Мұхамбетке қалаған қалыңдығын өзім алып берейін, қалың малын мен төлейін, деп жауап берді. Атика көңілденіп үйіне қайтты. Хадиша өзінің Майсара есімді қызметшісін оңаша шығарып алды да, ертең керуенмен бірге сен де сапарға аттанасың. Қасынан бір елі қалма, қызметіне әзір тұр. Қандай да бір ерекше құбылыс байқасаң, маған бәрін баянда. Айтқанымды адал орындасаң, сені де үйлендіріп, бөлек отау өтіп шығарамын, деді. Ертесіне шамға қарай керуен жол тартты. Майсараның екі көзі Мұхамбетте болды. Жаздың шыжыған аптабы керуенді қатты қинады. Түйелер шөлдеп, адамдар ыстыққа шыдай алмай қаталай бастады. Сол кезде ғайыптан бір ақ бұлт пайда болып, керуенге көлеңке бола қалды. Олар ми қайнаған ыстықтан құтылды. Жолай бір керуен сарайға аялдады. Мұхамбет бір ағаштың саясына тізе бүгіп еді, ағаштың бұтақтары жайқалып, бейне бір шаттанып тұрғандай көрінді. Жемістері де уылжып пісе бастады. Керуендегілер мұны Мұхамбеттің мұғжизасы деп ойламады. Олар оны жай ғана құдірет деп таң қалды. Майсара ғана мұны Мұхамбетке берілген айрықша қасиет деп ойлап келе жатты. Шамға жеткен соң сауда сәтті басталды. Бұлардың апарған бұйымдарын Шамның бай бағландары таласа тармаса сатып алды. Бірнеше күннен кейін керуен Меккеге қайта шықты. Орта жолда Хадишаның бір түйесі аяғы ақсап, көш соңында қала берді. Серіктері білетін ем-домының бәрін жасап бақты. Олардан қайран болмады. Ең соңында Мұхамбет нардың аяғын адамша аялап сипады. Қажаған жарасын таңды. Ол сол сәтте желе жортып қатарға қайта қосылды. Орта жолда мол пайдамен келе жатқан ауқатты керуенді қарақшылар тосып жатты. Сауда керуені ұрыларды алыстан жазбай танды. Денелерін үрей билеп, бәрі қорқыныштан қалшылдап кетті. Кенет құмды дауыл басталды. Мұхамбет керуенді тоқтатпай айдай берді. Қарақшылар табан астында адасып, бір сайдың ішінде өз-өздеріне қылыш сермесіп, найзаласып қырылды да қалды. Ал керуен аман-есен Меккенің жолына түсті. Қалаға бір күндік жол қалғанда, олар Сахарада жайнап тұрған жасыл жазираға жетіп, малдарын шөгерді. Майсара Хадишаға сауданың сәттілігін, керуеннің амандығын білдіріп қуантпақ үшін Мұхамбетті Меккеге алдын ала жөнелтті. Жолда өзі көрген кереметтің бәрін хатқа жазып, Мұхамбеттің дорбасына салды. Оған керуенді бастап келе жатқан ең жүйрік нарды мінгізді. Сол кезде осы сапар Мұхамбетке серік болған Әбу Жахил Майсараға: «Әй Майсара, Мұхамбет бұрын жалғыз өзі жол жүріп көрмеген. Түнде адасуы әбден мүмкін. Оған мына атан түйені берме. Оның түйесі айшылық алыс жолдардан Меккені қапсыз дәл табатын қасиетті нардың нағыз өзі. Одан айырылсақ, бүкіл керуен басынан айырылады. Одан басқа кез келген түйені мінгіз», деді. Сол кезде Майсара: «Бұл Хадишаның тапсырмасы», деді. Әбу Жахил амалсыз іштен тынды. Оның өзегін өртеп бара жатқан сәтті саудадан түскен қисапсыз мал-мүлік еді. Мұхамбеттің жеке басының амандығы оны түк те қызықтырған жоқ. Ішінен Мұхамбет адасып өлсе де, қымбат түйе керуенді қайта айналып тапса жақсы болар еді деп уайымдап тұрды. Әбу Жахилдің оған өлім тілейтіндей де себебі бар. Өзі Мұхамбетпен тетелес өсті. Әкесі Хишам шалқыған бай болды. Оның үйінде иттің басына іркі төгіліп жататын. Байлықтың буымен басқаларды адам құрлы көрмейтін. Көшеде тетелес балаларды қан қақсататын. Әлсіздерге тіптен күн жоқ. Бір күні өзінен кіші бір балаға зорлық қылып жатты. Мұны көрген Мұхамбет дереу араша түсті. Сол кезде Әбу Жахил: «Әй жетім, жағаласпай әр тұр», деп оны итеріп жібереді. Осылайша екеуінің арасында ерегіс басталады. Бой бермей жатқан Әбу Жахилді оң жамбасқа алды да атып ұрды. Гүрсетіп құлағанда демі үзіліп кете жаздады. Қайтадан Мұхамбетке беттеуге бата алмады. Әп-сәтте жыннан айырылған бақсыдай
сүмірейді де қалды. Содан бастап көше балалары Мұхамбетті арқа тұтып, емін еркін жүретін болды. Бірақ бұл жеңіліс Әбужахилдің көңіліне кетпес дық салды. Кейін олар ержеткен соң, Мұхамбет Әбужахилге талай рет жақсылық жасады. Ол балалық шақта болған барлық сотқарлық төбелесті тез ұмытып кетті. Ал Әбужахилдің бойы өссе де, ойы өспеді. Сондықтан да оған кісіні кешіру, дос болу деген қасиет сол күйі жұқпады. Кісіні кешірмейтін осы ит мінезі өзінің басын ақыры жұтып тынды. Атақты Бадыр шайқасында Әбужахил абыройсыз өлім құшты. Денесі жерленбей құдыққа тасталды. Мұхамбет жолға шықты. Ол керуенге жауапты болғандықтан көптен бері басқалар сияқты бел шешіп демалмаған еді. Содан қатты шаршап, жолай көзі ілініп кетті. Оны өмір бақи ізінде аңдып жүрген Әбіліс түйенің бұйдасынан тартты да жарға қарай жетектей жөнелді. Атан түйе жар басынан құлауға шақ қалғанда Жебірейіл де көктен түсіп үлгерді. Ол Әбілістің қақ басынан отты шынжырмен осып жіберді. Малғұнның екі көзінен от жарқ етті де жар басынан жалп етіп өзі құлады. Жебірейіл түйені көтерген күйі қалықтап барып, оны Хадишаның ауласына қалдырып кетті. Хадиша далада тұрған түйесін танып таң қалды. Үстінде Мұхамбет ханнен қаперсіз ұйықтап жатыр. Түйенің келген ізі байқалмады. Түйенің қомындағы дорбадан хатты білдірмей алды. Оны ашып оқыған сайын, еркінен тыс оған деген ынтық сезім жүрегінде бүр жарды. 62 тамырында адал махаббаттың ыстық қаны қайнап жатты. Мұхамбеттің Құдай назары түскен айрықша адам екенін Хадиша жазбай таныды. Бұрынғы көрген түсі есіне түсті. Құдайдан тілек тілеп, «Я Аллам, бар екенің рас болса, Мұхамбетті маған адал жар ете көр. Оның жолында құрбан болсам арманым жоқ. Оның ілімі жеңіске жеткенше, мен де оған таяныш болып, өлгенше қиындығына төзер едім» деп жалбарынды. Сол кезде Мұхамбет ұйқыдан оянып кетті. Хадишаға қарап еді, оның жүзі ғашықтықтан балбұл жайнап тұр екен. Мұхамбет те оның асау тайдай дүрсілдеп соққан жүрегінің дыбысын естіп тұр. Оның жүрегінде Хадишаға деген іңкәр сезім оянды. Ол сапардың сәтті болғаны ерекше ілтипатпен айтып жеткізді. Түйені тапсырып, үйіне жаяу қайтты. Расулдың Хадишаға үйленуі. Кешке дастархан басында Әтика әпкесі одан: «Сауда қалай болды? Сапарың сәтті болды ма?» деп сұрады. «Я, тіпті мен ойлағаннан да асып түсті. Бұйымдар базар нарқынан қымбатқа өтті. Бәрі дән риза. Хадиша маған сауда сәтті болса, ініңнің қалың малын өзім төлеймін. Таңдаған қызын айтсын» деген. «Көңілің сүйген кімің бар?» «Менің көңілім сол Хадишаның өзін қалап тұр. Оның әдепті қылығы мен ибалы мінезін сүйіп қалдым. Егер ол қарсы болмаса, қуана-қуана оған үйленер едім. Хадишаның жесірлігі болмаса, әділдігі мен әдептілігі бүкіл араб аймағына жайылған. Сыр сымбаты өз алдына бөлек әңгіме. Меккеде саған одан асқан лайықты жар табылмас. Меккенің мен деген шонжарлары одан дәмелі. Олармен салыстырғанда менің дәулетім жоқ. Ол мені өзіне қаншалықты тең көреді. Ендеше мен Хадишаның тамырын басып көрейін», деді де әпкесі ертесіне Хадишаның үйіне қарай беттеді. Мұхамбет кеткен соң Хадиша үшін бұл дүниенің қызығы қалмады. Оған әлемдегі бүкіл сұлулық атаулы Мұхамбеттің тұла бойынан тарап жатқандай көрінді. Бұрындары ықыласпен атқарған жұмысына құлықсыз болып селсоқ жатып қалды. Тамаққа тәбеті болмады. Таңды ұйқысыз атырды. Хадишаның ақыл парасаты мен шешендігімен аты шыққан Нәписа есімді туысы бартын. Ол сыр сақтауды білетін сенімді адам еді. Ол Хадишаның дертті болғанын байқады. Сосын оның мінезіндегі өзгерістің сырын сұрады. Сол кезде Хадиша: «Мен Мұхамбетті көргелі дүниені басқа қырынан танығандай болдым. Әлемнің пердесі түріліп, бақыттың қайнар бұлақтары ашылғандай болды. Мен сол үшін де оған ғашықпын», деді. «Оны сен ғана емес, Меккенің бүкіл жұрты жақсы көреді. Егер Құдай бағымды ашатын болса, мен оған адал жар болғым келеді. Әттең, ол менен кіші, маған көңілі ауар мекен», деп сырын ашты. «Мен Мұхамбеттің тамырын басып көрейін», деді де Нәписа Әбутәліптің үйіне қарай беттеді. Жолда ол Әтикаға жолықты. Олар сәлемдесіп жаңалық сұрасып еді, әңгіме ортақ болып шықты. Мұхамбет пен Хадишаның жүрегі мен тілегінің бір жерден шығуы екеуінде қайран қалдырды. Құдалық басталды. Сол кездің салтына сай барлық ырым жоралғы жасалды. Мұхамбет Хадишаны өзі барып ұзатып әкелуі тиіс. Бірақ оның қалыңдыққа киіп баратын салтанатты шапаны болмады. Меккенің шынжыр балақ шұбар төс бай бағландары мына жаңалықты естіп қайран қалды.
Олар Хадишаны қара басыпты. Түйесі тұрмақ тышқақ лағыда жоқ сіңірі шыққан кедейге несіне тиеді? Онымен салыстырғанда біз кім едік? Аспандағы ай едік. Әсілі әйелде ақыл болмайды дегені рас болса керек. Ақыл болса өзінен жасы кіші жетім жігітке тиермеді. Ана Мұхамбеттің де біз ойлағандай емес, өте қу екен. Дәулетті жесір әйелдің жүрегін жаулап алыпты. Тез баюдың тетігін тапқан боп тұр ғой. Бұл сабазың деп, қызған шақтықтан ауыздарына не келсе, соны оттады. Тойдың қарсаңында Әубәкір Сыдық дайындық жайын сұрады. «Я, досым, мен Хадишаны алғалы жатырмын. Енді оны абыроймен әкелуім керек», деді. Досының емеурінің ернінен танитын Әубәкір мәселенің мән-жайын бірден түсінді. Ескі шапанмен тойға баруға қысылып отырғанын сезді. Әубәкір шалқыған бай еді. Ол базарға барды да шапан тігетін шеберлерге ең қымбат киімдер тіктірді. Хадишаға арнайы қымбат тарту таралғы әзірлетті. Досының қарсылығына қарамай, оның бар сән салтанатын артығымен толтырды. Қыз ұзату тойында дүйім жұрт Мұхамбеттің мәрттігі мен мырзалығына таң қалды. Дұшпандары оны мұқата алмай мысық ұрды. Қайын жұртта мерейі үстем болды. Әубәкірдің өзі күйеу жолдас боп қасында жүрді. Той 3 күн 3 түнге созылды. Хадиша шын бақыт деді. Той үстінде бұрынғы көрген түсін, жалбарынған дұғаларын есіне алып, бағын ашып бақытын толтырған бір жаратушыға сансыз шүкіршілік айтты. Көңіліндегі барлық қайғы мұңның табы шайылып жоқ болды. Өзінің таңдауының туралығына иненің жасауындай да күмән келтірмеді. Ол нағыз ердің еріне, жігіттің сұлтанына, азаматтың сырттанына шыққанына сенімдеді. Бақтан бас айналып барлық қызметшілеріне азаттық берді. Мол дастархан, ерекше сый-сияпатпен өткен тойдың салтанаты көпке дейін ел аузында жүрді. Қонақтар тарқаған соң жас жұбайлар оңаша қалды. Сол кезде ұлық Алла Жебірейіл періштеге бұйырып: «Әй Жебірейіл, менің Хабибім бүгін үйленді. Қуанышына ортақтас. Сен ғайыптан барда некелерін қый. Періштелер мен ғилмандар Мұхамбетке салауат жолдасын. Неке суларына Кәусардың бұлағынан су апарып, білдіртпей құйып кетіңдер», деді. Жебірейіл ұлық Алланың бұйрығын бұлжытпай орындады. Бұдан соң Мұхамбет пен Хадишаның саудасы да, дәулеті де, әулеті де еселеп арта берді. Шаңырағы шаттыққа толды. Олар жұма сайын жетім жесірлер мен ғарып ғасірлерді тойдырып, садақа таратуды әдетке айналдырды. Екеуі 20 жылдан аса бақытты ғұмыр кешті. Осынша уақыттың ішінде Мұхамбет Хадишаға даусын көтеріп көрмепті. Хадишаның құрсағына құт дарыды. Мұхамбетке 4 қыз, 3 ұл сыйлады. Тұңғышы Қасым болды. Соған орай ел оны Әбілқасым деп атады. Бұл Қасымның әкесі дегенді білдіретін. Онан соң Үрқия, Зейнеп, Гүлсім, Бәтима деген қыздары мен Әбділда, Тахир деген ұлдары дүниеге келді. Ұлдарының бәрі жастай шетін еді. Ол кезде араб қоғамында ұлы жоқ еркектің абыройы болмайтын, ал қыз баласын адам санатына мүлде қоспайтын. Кейбір хас надандар әйелі қыз туса, соған қорланып сәбиін тірідей көметін. Ұлдарынан айырылған соң Мұхамбетті дұшпандары артында ізбасары жоқ қубас деп кемсітетін. Кейін де оған пайғамбарлық қонып, даңқы шыққан кезде табалаушы дұшпандарының бірі: «Пайғамбар болғаныңды қайтейін, артыңда атыңды ұлықтайтын ұрпақ жоқ, жүрген бір қубассың», деп айтып салады. Бұл сөз оның жүрегіне қанжардай қадалады. Үйіне келгесін үнсіз отырып жылайды. Осыншама ұлық Құдайдың өзіне бір ұлды қимағанына қамығып жатып қалады. Сол кезде ұлық Алладан әуез келеді: «Әй Мұхамбет, қубас дегенге қорланба. Сенде ұрпақ болмайды, сенде үмбет болады. Мен саған өмірі сарқылмайтын рухани ілімнің қайнар бұлағын нәсіп етемін. Ол бұлақтан сусындаған жанның бәрі сенің үмбетің саналады. Олар қиямет қайымға шейін сені дұғасынан тастамайды. Әлемнің төрткүл бұрышынан жолданатын салауаттар бір сәтке де тоқтамайды. Сені ата-анасынан да артық жақсы көрмегендер Кәусар бұлағынан қанып іше алмайды. Қубас деп кемсіткендердің тұқымы тұздай құриды», деп жұбатты. Осыған орай Құрандағы Кәусар сүресі түскен екен. Расымен де Мұхамбетпен қастасқан залымдардың өзінен де, тұқымынан да ешқандай белгі қалмады. Қағбаны қайта салуы. Мұхамбет 35-ке толғанда мынадай оқиға болды. Құрайштар Қағбаның тозған қабырғасын қайта жөндеуді ойға алды. Қайырудың қай дуалды бұзатыны жеребе арқылы анықталды. Жұмыс жүріп жатқанда ғайыптан бір айдахар келіп түсті. Жұрт қорқып кетіп қашуға айналды. Мұхамбет қана былқ етпестен тұра берді. Сол кезде көктен бір самұрық құс құлдилап келді де, айдахарды желкесінен бүріп алып ұшып кетті. Шошынған жұрт мұның мәнісін Мұхамбеттен сұрады. Сол кезде ол: «Мен білсем, бұл ұлы бірлікке байланған қайырлы тірліктің нышаны». Айдахар
Біздің басымызды жұтуға айналған алауыздықтың белгісі. Ал оның арамыздан аласталуы ынтымақты күндердің жақын қалғанын меңзейді, деді. Жұмыс қайта жалғасты. Осы арада Хикметті тағы да бір оқиға болды. Мінезі момындар қағбаның кірпіштерін қиынсынбай таси берді. Жүрегінде қыңырлық дерті бар кейбіреулер кірпіштерді бұза алмай қара терге түсті. Оларға ақжүрек адамдар жәрдемге келді. Қабырға қайтадан қаланар кезде сазбалшық илеу басталды. Қайнаған жұмысқа Мұхамбет те бел шеше кірісті. Ол балшыққа түспек болып балағын тізеге дейін түре беріп еді, бір тегеурінді қол білегінен қысып ұстай қалды. Бұл келген Жебірейіл періште. Әй Мұхамбет, балағыңды түсір. Тәңірі саған жалаңаш жүруге тыйым салды. Балтырыңды ашылмайтын болсын, деді ол нық дауыспен. Мұхамбет балағын дереу түсірді. Хажарул Асуат, яғни қара тасты орнына қоятын жерге жетті. Әдетте бұл тасты Меккенің ең беделді тайпа көсемдері ғана қол тигізіп ұстайды. Бұл жолы тасқа келгенде талас басталды. Әркім өзінің ата-бабасын ұлықтап даурыға бастады. Дау өршіп дұшпандыққа қарай бет алды. Сол кезде Уалид есімді Құрайш, кім-дегім бірінші болып, бап Бәдишаба қақпасынан өтсе, сол шешімін айтсын, соған тоқтайық, деді. Барлығы осы сөзді қабыл көрді. Қақпадан Мұхамбет бірінші болып кірді. Елдің бәрі, Мұхамбеттен асқан әділетті жан жоқ, шешімін сол айтсын, десті. Сол кезде Мұхамбет шапанын шешіп жерге жайды. Үстіне тасты әкеліп қойды да, әр рудан бір-бір адамнан шықсын, шапанның шетінен ұстап көтерсін. Сонда бәрі де көтерген болып саналады, деп жауап қайтарды. Бұл шешім бәріне ұнады. Бәрі шапаннан ұстап тасты қағбаға кіргізді. Тасты орнына қоятын кезде, әй Мұхамбет, бұл даудың үкімін өзің шештің, енді тасты да орнына өзің қой, біз соған қошпыз, десті. Хажарды Мұхамбет көтеріп алып, құтты орнына қондырды. Байтулланың дуалдары түгел қаланып бітті. Алғашқы уахи. Бұл кезде Меккедегі бай мен кедейдің арасы әбден ажырап біткен еді. Зираттың есебінен әбден байған Құрайыштың байлары мастанып бітті. Жетім жесірді жебеуді ұмытқалы қай заман. Ал қағбаның іші пұттарға толып кетті. Қолдан жасалған құдайлар қаптаған сайын руаралық алауыздық асқына берді. Ақсақал абыздарда абырой қалмады. Бай манаптарға ғана жалпылдап, жағымпазданатын мал кеуде надандар қаптады. Сахарада жаяу жалпы ел аралау өте қауіпті. Жол торған ұры-қары сұрауы жоқ мүсәпірді өлтіре салатын. Ел ішінде жын-перімен тілдесетін сиқыршылар көбейді. Оларды кахин деп атайтын. Олардың тағы бір белгісі аяқ астынан ақын болып кететін. Ондай ақындар сөз сатумен айналысатын. Қай бай ақысыз тойдырса, соның құдайы мен ата-бабасын сағаттар бойына мақтап жыр оқитын. Мұхамбет оларды жек көретін. Ол осындай кезде елден жырақтап, Хира тауындағы үңгірге барып, ораза ұстап, ойланып толғанып отырады. Түндерді тағатпен өткізіп, елінің надандықтың балшығынан тезірек шығуын құдайдан тілейтін. Бұл кезде оның жасы қамал алатын 40-қа келген еді. Бір күні ол үңгірде отырғанда көзі ілініп кетті. Сол кезде оны біреу, әй Мұхамбет, тұр, деп оятты. Қараса бейтаныс біреу төніп тұр. Ол үңгірден сыртқа қарай жүрді. Мұхамбет ізіне ілесті. Кенет күтпеген оқиға болды. Әлгі адам қолдарын қағып жіберіп еді, қанат пайда болып көкке көтерілді. Жайған қанатының екі ұшы Сафа мен Маруа тауын жалғап тұрды. Оның бір қауырсыны жерге түссе, бүкіл Меккені жауып қалатындай үлкен екен. Көкте күн тұтылды. Мұхамбет шошып кетіп, «Ей, жынсың ба, персің бе?» деп айғай салды. Сол кезде ол, «Мен Жебірейіл періштемін. Сөзімді тыңда. Ұлық Алла сені адамдар мен жындарға пайғамбар етті. Мен Алланың уахиін әкелдім», деді де жұмақтың жібегіне жазылған бір хатты шығарып Мұхамбетке берді. Пайғамбар әріп танымайтын, жазу сызу білмейтін, абдырап тұрып қалды. Сол кезде Жебірейіл, «Оқы», деді. «Мен оқи алмаймын, хат танымаймын», деп жауап қатты Мұхамбет. Жебірейіл Мұхамбетті қапсыра құшақтап алды да, «Оқы», деп қатқылдау бұйырды. Дем жетпей тұншығып бара жатқан Мұхамбет, «Мен оқи алмаймын», деді. Үшінші ретте Жебірейіл бұрынғыдан да қаттырақ қысқаны сонша, Мұхамбеттің қабырғалары сынып, демі үзілуге шақ қалды. «Оқы деймін саған», деді. Мұхамбет жібектен ешқандай жазу көрмеді. «Мен оқи алмаймын», деді тұншығып. Сол кезде Жебірейіл оның көңіл көзін жауып тұрған пердені жыртып жіберді.
Мұхаммедтің жүрек көзі ашылды. Меккедегі бүкіл таутастың, әрбір шөптің, ұшқан құстың рухтар әлемінде өзгеше өрнекпен ғажайып үйлесімді тіршілік кешіп жатқанын анық көрді. Керісінше, Меккедегі халықтың ит тіршілігі мән мағынадан жұрдай болған құрт құмырсқаның илеуінде елестеп кетті. Сол кезде Жебірейіл: «Сені ұйыған қаннан жаратып, тамшыдан өсіріп тәрбиелеген Алланың атымен оқы», деп бұйырды. Ары қарай Мұхаммедтің өзі еркінен тыс әдемі ұйқаспен өрілген өнегелі сөздерді тасқын судай төгіп жіберді. Бұл келген бірінші уахи еді. Әлемге Құран түсті. Кейін бұл аяттар Құранда Иқра деген сүренің атымен сақталып қалды. Құранның алғашқы аяттары оқылып болған соң, Жебірейіл көзден ғайып болды. Оқиғаның күтпеген жерден болғаны сонша, пайғамбар өңі мен түсін айыра алмай қалды. «Мені жын қағып кетті. Перілер менен кәхин жасағысы келеді», деп үрей ұшты. Үйіне жеткенше асықты. Келді де Хадишаға: «Тоңып барамын, үстіме тонымды жап», деп төсекке құлай кетті. Хадиша айтқанын екі етпеді. Ерінің сұсы қашқан түрін көріп: «Мұхаммед, саған не болды? Кімнен қорықтың?» деді. «Мені жын пері қолап жүрген сияқты. Менен кәхин жасағысы келеді. Менің кәхиндерді қалай жек көретінімді жақсы білесің ғой. Тауда мені ұстап алып еріксіз маған өлең оқытты. Бірақ өзін Жебірейіл періштемін деп айтты», деді. Хадиша саспады: «Әй Мұхаммед, ол не де болса Жебірейілдің өзі. Себебі сен әділетті адамсың. Ағайын туысқа мейірімдісің. Жақындардың арасын жалғауға ынтықсың. Кедей кепшікке қайырымдысың. Мұқтажға жәрдемге асығып тұрасың. Сенің жомарттығың садақа беруден тыйылған емес. Елдің жүрегінен жоғалған барлық ізгі қасиетті қайта тірілткің келеді. Сондықтан ұлық Алла сендей адал қолын жын перінің талауына тастап әділетсіз іс қылмас. Мен білсем, сен жын соққан кәхин емессің. Сен уахи алған хақ пайғамбарсың», деп ерінің жігерін жанып сенімін нығайтты. Мұхаммед істің байыбына бармай, кесіп ештеңе айтпайды. Бұл жолы да ләм-мим демей, сабыр сақтап, әліптің артын бақты. Көп кешікпей уахи екінші мәрте келді. Мұхаммедтің періштелермен бетпе-бет келуі жиіледі. Сондай бір күні Хадиша көңілдегі күмәннан толық айығу үшін мынадай амал ойлап тапты. Ол: «Мұхаммед, егер тағы да Жебірейіл келсе, маған дереу білдір. Мен орамалымды шешіп шашымды шығарамын. Жын болса шашқа жабысады, періште болса ұялып қашуы керек», деді. Бір күні періште уахи алып тағы келді. Оны көргенде Мұхаммед сақтық қылып бүркене түсті. Ол пайғамбарға тақап келіп: «Ей оранған пенде, орныңнан тұр да міндетіңе кіріс», деді. Сол сәтте Хадиша күйеуінің қобалжулы түрінен уахи келгенін ұқты. Ол орамалын шешті де шашын жая бастады. Періште сол замат ғайып болды. Хадиша күйеуіне: «Әлі тұрма?» деп сұрады. «Жоқ, кетіп қалды». «Ендеше сүйінші, сен Алланың назары түскен пайғамбарысың. Енді күмәнді жой», деді де: «Ашхаду ан ла илаха иллалла ва ашхаду анна Мұхаммадан ғабдуху ва расулу», деп кәлима шахадат айтып, Хадиша ең бірінші мұсылман болды. Осыдан соң Хадиша Мұхаммедті ертіп, немере ағасы Уарақаның үйіне барды. Оған болған жайдың бәрін бастан аяқ баяндады. Уарақа пұт-парасқа табынбаған, христиан дінін берік ұстаған тақуа кісі. Ол Ғайсаның бүкіл өсиеттерін жатқа соғатын. Ол Мұхаммедтің басынан өткен оқиғаның бәрін мұқият тыңдап болған соң: «Мен білсем, сен хақ пайғамбарсың. Пайғамбарлығың құтты болсын. Оның дәрежесі қандай ұлық болса, ендігі арқалайтын жүгі де сондай ауыр болмақ. Хадиша, сен тұңғыш мұсылмансың. Құтты болсын бақытың. Бұл бақытты енді қолдан берме. Мұның жолында мал түгел жаның пида болса да, белді бекем буын керек. Себебі оның діні төрткүл дүниеге түгел тарайды», деді. Пайғамбардың сенімі күшейіп, күмәні сейілді. Алғашқы мұсылмандар. Екінші Әли мұсылман болды. Ол кезде ол Мұхаммедтің үйінде бірге тұратын. Әбу Тәліптің әбден кедейленіп, күнделікті ас ауқаты мұң болған кез. Мұхаммед оған салмақ салмасы үшін Әлиді сұрап алды. Әбу Тәліптің өзіне өлгенше қарасып тұрды. Қолдан келген жәрдемін аямады. Үшінші пайғамбардың өкіл баласы Харистің ұлы Заид мұсылман болды. Хадиша Мұхаммедке тұрмысқа шыққанда өзінің бір қызметшісін күйеуіне жәрдемші болсын деп сыйлайды. Қызметші ұстауға пайғамбардың ары жібермейтін. Себебі ол біреуге салмақ салғанды жек көретін. Жыртылған аяқ киімін де өзі жамап, үзілген түймесін өзі қадап кете беретін. Ол Заидқа үйіне келген күні азаттық сыйлап,
баласындай етіп асырап алды. Оның есімінің өзі азат адам дегенді білдіреді. Пайғамбар өзінің отбасында исламның алғашқы құлшылықтарын жасырын жасап жүрді. Әбу Талиб бұл өзгерісті біліп қойды. Ол Мұхаммедті шақырып: «Әй ұлым, сені жаңадан дін ойлап тапты деп жұрт өсектеп жүр ғой. Бұл не әңгіме?» деді. Сол кезде Расул: «Ата, бұл ешқандай да жаңа дін емес. Бұл бабамыз Ыбырайымның діні. Ол табынған ұлық Алла мені де пайғамбар етіп таңдады. Сіздің де исламды қабыл алғаныңызды қош көремін», деді. Сол кезде Әбу Талиб: «Балам, сен ешқашан жалған айтпайсың. Мен сенен дәлел сұрамаймын. Бірақ қазір сенің дініңді ашық насихаттай алмаймын. Менің заманым басқа, қатарым бөлек. Өмір бойы араласқан жерлестерім мені ата-бабасының дінінен безді деп өсек қылады. Бірақ жан тәніммен саған болсам, мен тірі тұрғанда бұл Меккеде саған ешкім қастық қыла алмас. Алған бетіңнен қайтпа. Алла саған жар болсын», деп батасын берді. Оның жүрек жарды тілегі пайғамбарға жігер сыйлады. 4. Әбу Бәкір Сыдық мұсылман болды. Ол осыдан 20 жыл бұрын бір түс көреді. Түсінде жақсы іс көреді. Көк аспанда бір ай пайда болып, ол Қағбаның ішіне кіреді. Толған ай сол жерде мыңдаған бөлшекке бөлініп, Меккедегі әрбір үйдің ішіне кіріп шырақ жақты. Ең бірінші шуақ Әбу Бәкірдің шаңырағына барып шашылды. Ең қызығы, айдың бөлшектері Меккемен шектелмеді. Олар тоқтаусыз көбейіп, шартарапқа тарыдай шашырап жатты. Ол таңертең тұра сала балгерге түсін жортады. Ол: «Түс түлкінің боғы деген, мәнісі жоқ көп түстің бірі ғой», деп қысқа қайырды. Бірақ бұл түс Сыдықтың ойынан кетпей қойды. Бірде ол керуен жасақтап Шамға сапар шегеді. Жолда 20 жылдан аса Мұхаммедті күтіп жатқан баяғы Бақираға кездеседі. Оны оңаша шығарып, көрген түсін айтады. Сол кезде Бақира: «Сенің атың кім?» деді. «Әбу Бәкір, руым Құрайш» деді. Сен өтірік сөйлеуді білмейтін әйгілі Сыдық екенсің ғой. Түсіңді бұлайынша жоримын. Дегенмен анығын бір жаратушы өзі біледі. Ұзамай Меккеден ең ұлық пайғамбар шығады. Ол әлемге Рахманның нұрын шашады. Оған түскен киелі кітап қана қияметке дейін сақталады. Мен қате айтпасам, сен оның ең сенімді серігі боласың. Таудай талап бергенше бармақтай бақ бер деген. Осы. Басыңа бақ қонып, екі дүниенің абыройы мен дәулеті қатарынан дарыған Құдайдың сүйген құлы екенсің. Ұзағынан болсын дейміз», деді. Мұны естігенде Әбу Бәкірдің жүрегі езіліп сала берді. Пайғамбар келетін уақытты күтіп алуға іштей ширығып дайын жүрді. Бірде пайғамбар шықты деген хабарды ести сала, ежелгі досы Мұхаммедтің үйіне қарай асықты. Келген бойда: «Уа Мұхаммед, ел жұрт сені пайғамбар деп шулап жүр. Мен саған сенем. Дегенмен қазір Хиджазда өзін пайғамбармын деп атайтын жалғаншылар көбейіп кетті. Мен хақ пайғамбарды тапқым келеді. Маған бір кереметіңді көрсетші», деді. Сол кезде Жебірейіл келді де Әбу Бәкірдің көрген түсі мен түс жорыту оқиғасын Расулдың көңіліне сала қойды. Пайғамбар бейне бір көріп отырғандай Әбу Бәкір мен Бақираның әңгімесін айна қатесіз айтып берді. Сосын Құранның алғашқы сүрелерінен қирағаттап үзінді оқыды. Құранның құдіретті әуезі мен мағынасы Сыдықтың санасындағы бүкіл күмән мен күдікті тас талқан қылды. Көңілінің кірі шайылып, жаны жігерленді. Олар бір сәтке тұңғиық ойға батып, үнсіз отырып қалды. Жүрегіне ғайыптан бір сенім ұялады. Алла бір, пайғамбар хақ, Құран шын деп иман келтіріп, мұсылман болды. 5. Оспан мұсылман болды. Оның Сағди деген әпкесі бар еді. Ол балгерлікпен айналысатын. Бір күні Оспан оның үйіне барды. Дастархан басында отырған әпкесі: «Әй Оспан, мен саған бір жақсы хабар айтайын. Ұзамай үйленесің, пайғамбардың қызын аласың. Құмалақтар солай сөйлеп тұр», деді. Оспан абдырап қалды. Себебі бұл кезде Араптан пайғамбар шықпаған. Олар пайғамбарлар Яхуди жұртынан ғана шығады деп ойлайтын. Оған пайғамбар деген сөздің өзі қызық естілді. Сол кезде ол: «Қандай пайғамбарды айтып отырсың? Араптан нәби шықпаған. Ал мені бөтен жұрттан қыз алады дегенің тіпті ақылға сыйымсыз», деді. Сол кезде әпкесі: «Меккеден пайғамбардың шыққаны туралы хабар біраздан бері елге тарап жатыр. Меніңше ол жалғаншы емес. Ол бұған дейін де адалдығымен аты шыққан Мұхаммед. Мен оны жалғаншы деуге аузым бармайды», деді. Оспан ол жерден көңілі алабұртып шықты. Ол бірден Әбу Бәкірдің үйіне жол тартты. Себебі шыншылдығымен танылған Мекке сардарының бірі сол еді. «Мен Мұхаммед туралы тосын жаңалық естідім. Сенің не білгенің бар?» деп Әбу Бәкірден сұрады. Сол кезде Әбу Бәкір: «Мен оны кеше көрдім. Ол өзі Құран деп атаған уахи кітабынан
үзінді оқыды. Айтсам сенбейсің. Оның сөзін кахиндердің сандырағымен салыстыруға да келмейді. Саптаған сөзінің сойы бөлек, ойы тым терең. Аяттарын естігенде жүрегіңді шымырлатады. Бүкіл жұлын жүйкеңмен, жан жүрегіңмен жаратушы бір құдіреттің бізге жолдаған аманатын ұққандай боласың. Өз басым Мұхамбетті әрі қарай тексеруге арым жетпеді. Ол шынымен де хақ пайғамбар, Қағбаның иесі болған ұлық Алла біздей қарабет құлдарын ұмытпапты. Араптан пайғамбар шықты. Енді осы шындықтың шырағын сөндіріп алмай, Мұхамбетке тірек болар күнді ойлайық, деді. Оспан тап бұлай әсерленген адамды бұрын соңды көрмеген еді. Тіпті яһуди мен христиандардың тақуалары да тап осылай тебіренбейтін. Ол іштей Әбубәкірді осыншама толқытып жіберген нендей күш деп ойлады. Сол кезде Оспан: мені де дереу Мұхамбетке жеткіз. Сені осындай күйге түсірген Құранның құдіретін мен де тыңдап көрейін, деді. Олар Расулдың үйіне келді. Оспан оған қоятын сұрақтарын іштей дайындап келе жатты. Бірақ пайғамбарды көрген соң сұрағының бәрін ұмытып қалды. Құран аяттарын тыңдаған кезде Әбубәкірден бетер әсерге бөленді. Бейне бір кеудесіне жарық нұр құйылып жатқандай күйге енді. Көңілде зәредей де күмән қалмады. Іштей мен енді мұсылманмын деп күбірлеп отырды. Одан кейін Сәдуақас, Әбдірахман, Зубайыр, Ғаббастың ұлы Омар сияқты Меккенің ірі жігіттері Мұхамбеттің үйінен шықпайтын болды. Текетірестің басы. Мұхамбет ағайын туысқанмен араны жалғап жатқан алтын көпірде еді. Ет жақын туыстарын ойлап, уайымдап жүретін. Уахи алған соң ол жақын бауырларым хақтың іліміне жалғанып, надандықтан тезірек құтылса екен деп армандады. Бір күні уахи келді. Ай Мұхамбет, Әбдімтәліптің әулетін жинап, оларға исламды үйрет, деді. Ол бүкіл туысқандарын жинады. Оларға Алла қалаған жаңа діннің мәні мен мағынасын түсіндірді. Дастархан басында Әбулақап та отырған. Ол сол кезде дәулетті байлардың қатарында саналатын. Кедейленген туыстармен аралас-қораласты қош көрмейтін. Мұхамбеттің ғарып міскіндерге тегін тамақ тарататын салтын жиі сынайтын. Оның есіл-дерті Меккедегі ықпалды байлардың бірі болу еді. Сондықтан Мұхамбеттің жалпы бірлік пен ортақ адамшылық туралы үгіт насихатын жақтырмай отырып тыңдады. Мұхамбет сөйлеп болғанша қабағы бір ашылмады. Сәті келсе оның әңгімесін үзіп жіберіп, Меккедегі қазіргі байлардың нендей нығметтерге бөленіп жатқаны туралы айтқысы кеп зорға шыдап отырды. Бір кезде ол ақыры сөз алды. Әй Мұхамбет, айтып отырған әңгімең дұрыс әрине. Бірақ осы күнге көшеге шығудан қалдық. Жұрттың бәрі бізді көрсе, ана сиқыршы Мұхамбеттің туысқаны деп сөз саптайтын болыпты. Сыртымыздан саусақ шошайтып сөйлейтіндердің де қарасы көбейіп барады. Сен бала абыройды төгіп болдың ғой. Сені ата-баба жолын бұрмалап, өзін пайғамбар санайды деп айыптап жатыр. Шырағым Мұхамбет, расында да араптан қашан пайғамбар шығып еді? Пайғамбарлықты сол яһудилерге ақ берсейші. Солардың да бізден пайғамбар шыққан деп мақтанғанда, бізден озғаны шамалы. Ештеңені өзгертпей ақ осы Қағбамызға ие болып, кімсің Құрайш болып отыра берсек жетпей ме? Қасиетті Қағбаның зияратынан түсетін зор байлық бәрімізге жетеді, деді. Мұхамбет іші қанжылап тұрса да әдеп сақтап, оның сөзін бөлмеді. Өзінікі дұрыс болса да, ешқашан өзеуреп сөйлемейтін. Жасы үлкенмен жағаласып ақыл айту оған тән емес еді. Ол жай ғана жымиды да: ағалар, тағы да қайталап айтамын. Менде ерік жоқ. Бәрі де Құрайшқа Қағбаны нәсіп еткен жомарт Алланың қалауы, деді. Сол кезде Әбулақап: Мұхамбет, өзіңді ерекше көрсетуге тырыспа. Біз де есек тағалап жүрген жоқпыз. Қайтсек сол Қағбаның қасиетін бойымызға сіңіріп, Меккенің абыройын асырамыз деп жүрміз. Құрайштың қамын жалғыз өзің жемей-ақ қой, деді. Әрине, Алла нені қаласа сол болады, деп Мұхамбет жауап қатты. Болса болсын, бұдан былай бізді жинап ақыл айтқаның доғар. Түсінбеймін, осы саған не жетпейді? Жетімнен өсіп жетілдің, талай байдың арманы болған ақылды әйелге үйлендің, Құдайға шүкір бала-шағаң бар, саудаң жүріп тұр, ішкенің алдында, ішпегенің артында, осыған шүкір деп неге жайыңа жүрмейсің? Айтшы қане, неден кемсің? Деді ағасы. Аға, дұрыс айтасыз. Дүниеден кенде емеспін. Қадиша мен осыншама бала-шаған нәсіп еткен ұлық Аллаға сансыз мадақтар болсын. Бірақ Меккенің халқы надандыққа әбден батты. Бізге мейірім шапағат жетіспейді. Мен осыны ойлап қынжылам. Інім, айналайын, күлкімді келтірме. Кедей-кепшікке тегін тамақ таратып жүргеніңе неше жыл болды? Қане солардан тапқан мейірім шапағатың? Қиялдай бермей түс қара жерге. Тіршілік мында болып жатыр. Сен бізді жаһанаммен қорқытпа. Ол жаққа барып келген ешкім жоқ. Көзің соқыр болмаса, сол сен айтып отырған мейірім шапағат Меккеде толып тұр. Сіз оны қайдан көріп тұрсыз?
мықтылардың әлсізді қамырдай илеуі ме, әлде өзің сияқты адам баласын құл қылып ақысын жеу ме? Әй, Мұхамбет, осындай адам баласы тең бәрін сүйіңдер деген сияқты уағыздарды ана әхлі кітаптар көп айтушы еді. Сағанда жұғыпты ғой солардың ауруы. Сен бізге үлгі қылып отырған кітап иелерінің біреуінде қағба сияқты құтты мекен жоқ. Құдайлары мен пайғамбары артық болса, соларға бір қағба салып бермей ме? Қара, сен жыл сайын біздің қағбаға менмін деген елдердің бай шонжарлары арнай келіп құрбан шалады. Солардың арқасында Құрайштың ұлдары тамақты жатып ішеді. Құмның ішінде отырса да шылқып өмір сүреді. Алланың мейірім махаббаты деген осы. Елді адастырмай тыныш тіршілігіңді қыл, деді ағасы. Әрине ағасы, іні ретінде сізге ілтипат көрсетіп тыныш қана жүргім келеді. Бірақ қазаншының өз еркі, қайдан құлақ шығарса деген. 18 мың ғаламның падишасы не қаласа, соны жасай береді. Бізден ақыл сұрамайды, оған менің әмірім жүрмейді, деп жауап берді. Осыдан соң отырғандар үнсіз тарасты.